Баршаңызға қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым. Каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Айгерім. Бүгін сіздерге мен көк шөптердің, яғни укроп, петрушка шөптерін қысқа арнап қатыру әдісімен бөлісемін. Ең алдымен парақшаға, каналыма тіркеліп алыңыз. Ең бірінші базардан осындай үлкен 4-5 бума укропты алдым. Көбірек алсаңыз да, азырақ алсаңыз да өз еркіңізде. Байланған жіптерін барлығын осылай алып, бөлек-бөлек үлкен ыдысыңызға салқын кәдімгі кранның суын құйып қоясыздар. Үстіне осындай ас содасын саламыз. 2 ас қасық толтырмай салдым. Енді осы суда 10-15 минут ұстайсыздар. Кір болса кір суы шығады. Содан кейін мата сүлгімізге немесе осындай жаңағы бумага бар ғой, қағаз сүлгімізге кептіреміз. Арасына тағы да бір қағаз сүлгі қойып кептірдім. Одан кейін тағы да су сырғығаннан кейін бөлек ыдысымызға күннің көзіне қойып қойдым. Жартылай құрғақ болуы қажет. Қатты су болса туралмай кетеді. Жаңағы түбіндегі сабақтарын біріктіресіздер, сосын оны алып тастайсыздар, яғни ұзын сабақшасын алып тастауыңыз қажет. Тек осындай жасыл бөлігін, яғни жұмсақ бөлігін алып, кішкентай контейнер болсын, сондай затыңызға сала бересіздер. Дәл осылай барлығын турап дайындап алдым және де контейнерге салып қойдым. Енді осыны морозильникке қатыратын боламыз. Үсіп кетпейді ма деп сұрақ қоятын шығарсыздар. Үсіп кеткенде бұл өзінің жасыл күйін сақтайды. Ыстық тағамдарға, сорпа тағамдарына қоссаңыз, жаңағы өзінің жап-жасыл түрін сақтайды және де дәмі өзгермейді. Осы сияқты мен петрушка шөбінде осылай 4-5 бумасын турап қатырып қойдым. Бұндай контейнер болмаса, кәдімгі пакетке салып қатыра берсеңіздер болады. Кез келген ыстық тағамдарға жаңағыдай қолдана бересіздер. Мен қатар каналымда көкөністерді де қатыру әдісі бар. Басқа да ыстық тағамдардың, түрлі салаттардың рецептерін каналымнан көресіздер. Осы рецепт ұнаса, төменде поделиться деген батырма тұр, соны басып WhatsApp желісінде чаттарға, группаларға бөлісіп қойыңыздар.